көмекшілері Кирилл Кузин және Шахислам Тайырханов, қосалқы төреші Жасұлан Қабдыш. Біз ұмытпауымыз керек, қыркүйек айында QG лиганың қыздар дивизионы аяқталатынында. Актерда мүмкіндік бар, 3-1 футболшы алға қарай жүйткіп келеді. Дегенмен мұна қателікті қараңыздар, қақпаға соққы бағыттайтын мүмкіндік бар. Және бағыттаған соққыны әдегеннен ұстай алмады. Дарья Зубенко да міне мығым соққында есеп айырмасын қысқартты. 86 минутта Дарья Төлегенова есепті тең қылды. 3-3. Қазір тағы да бір қауіпті шабуыл, қақпаға соққы және гол. 18 минут аяқталған сәтте Шахтер алға шығып отыр. Қадірлі көрермен, 30 пасынан алғашқы айналымда гол соқса, ал мына жерде оған пас бергенін қазір кім екенін көре алмай отырмыз. Өте әдемі гол. Оған пас берген 7-ші нөмірлі Дарья Зубенко. Қадірлі көрермен, осылайша Шахтер алға шықты. Бір ескеретін жайт, бүгінгі кездесу қонақта өтіп жатыр. Сағды, мінеке қараңыздар, өте жақсы соққы, қақпаға тура ұшпаған секілді. Дегенмен Дарья Зубенко әзірге шабуылдың шамамен 80%-ы Шахтерда дәл осы қаптал арқылы өтіп жатыр. Соққы және гол. Тағы да Анастасия Зеленина. Анастасия Зеленина. Міне қараңыздар, бұл жерде 23-ші нөмірлі Данагүл Нұрбай допты өткізіп алған екен. Ал Зеленина сол аяғымен алыс бұрышқа допты жай ғана сылқ еткізді. Допқа. Және қазір Шахтер командасының шабуылы. Бір ғана футболшы бар шабуыл шебінде. Гол! 4-1 футболшы жүріп, қазір 9-ші нөмірлі футболшыны тұсап ұстау қазір ордабасы қолынан келмеді. Қараңыздаршы. Алданып қалды. Екі орталық қорғаушының өзі де қарсыластың негізгі шабуылшысын жіберіп қойды. Оп-оңай. Осылайша таблодағы нәтиже қазір 3-0. Тура қосымша минут басталуы мүмкін, дегенмен оны күтпей-ақ ысқырық шалды. Осылайша QG лига қыздар дивизионындағы сонымен қазір ордабасы шабуылды, қақпаға соққы. Және қазір Крышкина. Мамонтова, бос кеңістік бар, соққы және Дарья Төлегенова футболшының добын тосып алды. Қайтарып тастады. Индира Тұрсыметова, қараңыздар, айналдырып тұрып 9-дыққа бағыттаған болатын бұл допты. Дегенмен бұрыштама. Қарсыласты тас талқан етіп жеңіп жатыр вице-капитан. Қазір соққы және гол! Сәтте соққы жасағанын көргенбіз. Қазір міне қараңыздар, қандай тамаша гол. Амина Аужанова. Есеп 4-0. 6-ші нөмірлі жартылай қорғаушының маусымдағы 8-ші кездесуі және Шахтердің сенімді жеңісі. Өткен турда Шахтер жеңіліп қалған Тобылдан 4-1 есебімен. Оның алдында Қайсар тұтқан. Ал ендеше міне бір жұбаныш голын соқты ордабасы. Қадірлі көрермен, жоқ жерден күтпеген жерден. Жоқ жерден қараңыздар. Бал сезім Тәліпбай жіберіп алған екен орталық қорғаушылар. Бізде екі команданың статистикасын айтып отырып, бұл голды өкінішке қарай дұрыс көре алмай қалды. Бар жоғы бұл қыздар лигасының аяқталуына 4 тур қалды және гол! Ордабасының үміті жоқ деп ойлаған едік, бар екен. Қақпаштың тікелей қателігі, қорғаушылардың да мінекей өрескелі қателігін көріп отырмыз. Бал сезім.
аут және бүгінгі кездесу аяқталды. Қыздар